Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын Пари-Брест рецептін жасайтын боламыз. Бұл қайнатпалы кремнен жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керек заттар жұмыртқа, тұз, ұн, су, сүт және сары май қажет болады. Отқа қоятын ыдысымызға сүт құямыз, оның үстінен су құямыз және еріген сары майымызды салып, отқа қоямыз. Баяу отта қойып, араластырамыз және үстіне тұз салып, майымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Міне осылай болғаннан кейін үстіне бірден ұн салып жіберіп, ұнның барлығын салып, тағы да араластырамыз. Отымызды баяу қойып қоямыз. Ұнымыздың барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Оттан алып араластырып алсаңыздар да болады. Міне қамырымыз осылай жабыса бастағанда оттан аламыз. Қамырымызды оттан алып суытып қоямыз. Жұмыртқа салатын кезде қолымызбен көреміз. Қолымызға жылы болып тигеннен кейін барып жұмыртқамызды салып араластыратын боламыз. Әрбір жұмыртқаны салғанда қамырымыз араласпай қиындық туғызуы мүмкін. Қолымыздың күші қажет болады. Бұл уақытта қамырымыз біркелкі әдемі болып шығу үшін силиконды қасықпен тоқтатпай араластыра береміз. Міне қамырымыз осылай болып шығады. Ары қарай кондитерский мешокқа салып дайындап аламыз. Мешоктың басына насадка қоямыз. Менде насадка 336 номерлі. Сіздер насадка қоймай жасасаңыздар да болады. Ары қарай табаға пергамент қағазын төсеп, қамырымыздың формасын жасайтын боламыз. Әрбір қамырымызды осылай дөңгелетіп орналастырып шығамыз. Қамырды орналастырғанда екі қатар қылып орналастырамыз, яғни барлығына екі қатар жасап шығамыз және 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Арасына салатын крем дайындаймыз. Ол үшін 33% кілеге үстіне қант ұнтағы және де сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр салып, миксердің жай жылдамдығынан күшейте отырып араластырамыз. Миксермен үздіксіз араластыра отырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Креміміз осылай өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Міне пештен осылай болып, әдемі болып қызарып шығады. Ары қарай суытып аламыз. Міндетті түрде толықтай суытып алып, арасын бөлетін боламыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Міне арасы осылай толықтай пісіп шығады. Барлығын пышақтың көмегімен арасын бөліп дайындап аламыз. Міне барлығын кесіп дайындап алдық. Енді бір-бірден алып, крем жағып шығамыз. Бұл десерт өте керемет дәмді десерттердің бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепті мен айтқан бойынша жасасаңыздар, бір жасағаннан тіпті керемет болып шығады. Және менің каналыма жазылып, лайк, комментария басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне достар, біздің десертіміз дайын. Үстіне қант ұнтағын сеуіп әсемдедім. Сіздер қалауларыңызша үстіне тағы да кішкене крем сеуіп, жеміс жидектермен әсемдеп қойсаңыздар болады, немесе арасына жеміс жидек салсаңыздар да болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар және жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ол дегеніміз менің салған рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көресіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.